Желтоқсанда қазақтың шоқтығы биік болатын керемет жекпе-жек Шавкат Рахмонов пен Иенгери UFC 310 турнирінде. Ассалаумағалейкум, құрметті соққы арнасының сүйікті көрермендері. Сіздермен бірге мен Өстемір Әзіретханұлы. Кешегі шығарылымда уәде еткендей, бүгін сіздерге міне Шавкат Рахмонов пен Иенгеридің арасындағы жекпе-жек ресмиленгеннен кейін бұл шығарылымның болжамын, азын-аулақ талдауын ұсынамын деген болатын, міне сіздердің алдарыңызда. Енді бұл жекпе-жектің кішігірім тарихына назар аударайық. Ең бірінші Шавкат Рахмонов осы қараша айының басында керемет жаңалық естідік. Белал Мұхаммадпен чемпиондық сынды алып отыр деген керемет жаңалық келген болатын. Бірақ араға апта салмай бірден көңіліміз түсіп қалды. Себебі Белал Мұхаммад жарақат алғандығын жариялаған болатын. Содан біз желтоқсанда жекпе-жек көрмей қаламыз ба деген қаупіміз бар еді. Және Шавкат Рахмонов әйтеуір бір кез келген біреумен жекпе-жек өткізсе екен деген едік, ал бірақ қуанышымызға, бағымызға орай Иенгери бұйырып отыр екен. Салыстырмалы түрде орта таптағы жақсы жігіт. Әрине Колби Ковингтон немесе Леон Эдвардс немесе Камару Усман болса, әрине тіпті керемет кететін еді. Бірақ енді ол мықты жігіттер, яғни бұған дейін мықты болып келген жігіттер бүгінгі таңда Шавкат Рахмоновпен шыққысы келмейді. Енді біреуі уақыт қысқа деді, біреуі мен демалам деді, жарақатым бар деді. Әйтеуір біреуі ешқандай себеп те түсіндірген жоқ, шақыртуын тастап алып мысалы. Бірақ ақыры түбінде жақсы жекпе-жек бұйырды. Енді басында Гериді бұл тізімнен алып тастауымыздың себебі 14 желтоқсан күні Баклимен жекпе-жек өткізетін болып тағайындалған болатын. Яғни 14 желтоқсан күні басты жекпе-жек ретінде осы Иенгери мен Баклидің жекпе-жегі қарастырылған еді. Ал енді UFC осындай бір 310 турнирін ақтап алу үшін Шавкат Рахмоновқа тағы бір мүмкіндік беріп, Иенгериді алып келіп отыр. Енді екеуін қысқа нұсқа салыстырып өтейік. Енді жекпе-жек болатын болды, екеуі ресмиленді, керемет, барлығы қатты қуануда. 310 турнирі провал емес, өте жақсы турнирлердің бірі болып өтейін деп тұр. Себебі уақытша чемпиондық белбеу тігіледі. Енді қуанатындай себебіміз бар. Келесі жылы Белал жарақатынан айығып келген кезде уақытша чемпионмен енді міндетті түрде шығу керек болады. Яғни осы жекпе-жектен кейін ары қарай Белал басқа біреумен, Шавкат басқа біреумен шығып кетпей, екеуі қайтадан жолығу керек деген тарих орын алатын болады. Яғни бұны мамандар да, жалпы UFC басшылар да бәрі бұны түсінеді. Сондықтан уақытша чемпиондық атақ тігілгеннен кейін енді келесі жылы чемпиондық атақ сарапқа салынатын болады, Құдай қаласа. Енді дәл бұл сәтте енді Шавкат Рахмонов бірінші кезекте жеңу керек, одан кейін барып біз чемпиондық кездесуге қол жеткізе аламыз. Бұл жекпе-жекке болжам жасамай тұрып, кішігірім талдау жасап өтейік. Шавкат Рахмонов 94 жылғы, Иенгери 97 жылғы, 26 жаста, 30 жаста, екеуі де өте жас. Бойлары, Иенгеридің бойы 1,91, қолының құлашы да 1,91, ал Шавкат 1,88 бойы және қолының құлашы 1,96. Екеуі де өте ұзын жігіттер, негізі ұзын, бойшаң, салмақтары жартылай орта салмақ 77 кг. Енді 77 кг-ға бұл бой ұзын, негізі шынымен де ұзын, себебі ауыр салмақ, жартылай ауыр салмақтағы жігіттердің бойы тіпті бұлардан аласа болып жатады. Яғни осы тұрғысынан алып қараған кезде өте қызық жекпе-жектердің бірі болайын деп тұр. Және одан кейінгі мәселе, Иенгеридің таланттары ол дзюдодан қара белбеу иегері және бокс. 10 жасынан бастап бокспен айналысып бастаған бірінші, одан кейін Конор Макгрегорға еліктеп жаңағы ережесі жекпе-жекте төбелесетін болғандықтан дзюдосын дамытқан. 18 жасында қара белбеуге иегері атанған. Яғни 10 жасынан бастап спортпен шұғылданады. Ал бізде Шавкат Рахмонов оған қарағанда көбірек қабілеттерге ие, өздеріңіз білесіздер. Самбодан және ММА-ден спорт шебері, одан бөлек самбо, ММА, джиу-джитсу, панкратион және бокс түрлерімен шұғылданған. Осы уақытқа дейінгі базасы барлық түрінен шұғылданған. Сондықтан да Шавкаттың әлсіз тұсын қазір көп адамдар, көп қарсыластары таба алмай отыр. Соның арқасында Шавкат барлық жекпе-жегін, яғни 18-0 деген кіршіксіз рекордқа ие болып отыр. Барлығын 18-0 барлығын жеңген, одан бөлік барлығын нокаутпен немесе берілумен жеңген. Ал Иенгериде дәл қазір 15-0 деген кіршіксіз рекорд бар. Әрине жеңілмеген, керемет нәтиже 27 жас үшін, және осы бір жас үшін керемет нәтиже бола тұра, оның жетеуі нокаутпен болса, оның біреуі берілумен және қалған жетеуі төрешілердің шешімімен болған екен. Яғни осы бір жақтарын
салыстыра келе, әрине фаворит бұл жерде Шавкат Рахмонов болып отыр. Барлық ресми деректердің барлығында Шавкат Рахмонов өздеріңізге мәлім фаворит, ал бірақ бұл жерде енді бұл жекпе-жек болғаннан кейін үнемі фавориттің барлығы жеңе берсе де қызық болмайды ғой. Бұл сондықтан бұл жерде енді мен жеңсін деп айтып жатқан жоқпын, тек қана сондай жағдайларда орын алады, яғни фаворит қана жеңеді деген сөз емес. Кейбір кезде комментарийлерге де сондай пікірлер жазыла береді. Шавкаттың ананты мынанты айырып ала салады деген сияқты ше. Менің ойымша енді ондай емес. Ол Шавкатты жеңілуі мүмкін, оны да қабылдай білуіміз керек, оны да білуіміз керек, сезуіміз керек. Себебі бұл спорт. Спортта үнемі жеңе беру енді өте сирек кездесетін жағдай. Сондықтан ғой біз Майвезерді жақсы танимыз, ол жеңілмей кеткендігі үшін. Сол секілді біздің де Шавкат та Жәнібек те жеңілмей кетсе, әрине жақсы, керемет. Соны тілейміз жалпы. Енді тақырыпқа қайтадан ораламыз да, Иенгеридің жеке өміріне кішігірім тоқталып өтейік. Енді бұл назар аударатындай мәселе. Лейла есімді әйелі бар және 2022 жылы үйленген. Енді ол кезде жалпы қазір өзінен 14 жас үлкен әйелмен бірге өмір сүреді, яғни отбасын құрған. Енді бізге кішкене таңсық дүние бұл азиаттарға деген сияқты, бізге қазақтарға, ал енді Америка үшін бұл ешқандай да таңғаларлық жайт емес. Сонымен енді қазір балалары бар, жақсы үлгілі отбасылардың бірі болып өмір сүріп жатыр. Шавкат Рахмоновпен тұрып та төбелеседі. Сол үшін де қызық бұл жекпе-жек, және партерде де екеуінің кім мықты екендігін, кімнің күресі мықтырақ екендігін, кімнің захваты күштірек екендігін анықтауға керемет мүмкіндік болғалы тұр. Сол үшін де бұл қызық жекпе-жектердің бірі. Енді екеуінің ортақ қарсыластарына тоқталайық. Бұл жерде Джефф Нил әрине екеуінің ортақ қарсыласы. Шавкат Рахмонов оны досрочно жеңген болса, яғни мерзімнен бұрын жеңген болса, Иенгери оны төрешілердің шешімімен жеңген. Одан кейін Нил Мегнимен шыққан, және ол Нил Мегнимен де дәл осындай, яғни Иенгери төрешілердің шешімімен жеңген болса, Шавкат Рахмонов оны мерзімнен бұрын жеңген. Осы бір факторлар, яғни рекорды, одан кейін барлығын қырып жойып келе жатқандығы үшін Шавкат Рахмоновты барлығы да фаворит санауы мүмкін, бірақ екеуі де бір-бірімен жаттығу барысында өздерінің әлсіз тұстарына қарсы контр жұмыстар жасайтын болады. Сондықтан бұл жерде енді ауадан ұшып келген кейбір соққылармен немесе кейбір ойламаған жердегі әдіс тәсілдермен Шавкаттың да әлсіздігі білініп қалуы мүмкін. Бірақ Құдай сақтасын, жеңіске жеткендігін және ертерек жеңіске жеткендігін мерзімнен бұрын ұтқандығын біз қалаймыз. 5 раундқа жоспарланып отыр. Менің жеке пікірімде, болжамымда жалпы Шавкат Рахмонов 3-4 раундтарда тіземен теуіп немесе қылқындыру әдісімен ұтады дегенге өз басым сенемін. Солай болады деп ойлаймын. Сіздер қалай ойлайсыздар, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Сол жақта талдап, талқылап көрейік. Шавкатқа арналған тілектеріңіздің барлығын да комментарийға жазыңыздар. Шавкат Рахмонов, өздеріңіз білесіздер, М1 Global чемпионы атанған, чемпиондық менталитеті жақсы, жалпы екі жігіттің де психологиялары өте жақсы жұмыс жасайды. Яғни адамдардың жеңіске жету құштарлығы, сол жеңіс жолындағы ететін еңбегі, дисциплинасы барлығы да негізі өте маңызды, өздеріңіз білесіздер. Ал енді бұл жерде екі жігіттің де психологиясы өте мықты. Енді оны тек қана жекпе-жек қана көрсетеді. 8 бұрышта ғана біз олардың кімнің мықты екендігін, кімнің психологиясы, кімнің тәртібі мықты екендігін, және ең бастысы кімнің бағы мен бабы қатар шабатындығын көретін боламыз. Соққысы мықты Шавкат әлемді бағындыра берсін, Иенгериде де бел алды да жеңе берсін. Алға Қазақстан!